отыра қойыңыздар. Так, бүгін біздерде ерекше сабақ. Көңіл күйлеріңіз қалай? Олай болса сабағымызды бастайық, иә? Түгелміз бе сыныпта? Кезекші бе? Су және азайту деген тақырыпты аяқтадық. Солай ма? Кеше аяқтап, тақырыбымызды аяқтадық. Енді бізде келесі амал, қандай амал? Көбейту амалы. Қарай. Балалар, әуелі сабағымызды бастамас бұрын, бірінші, сіздер өткен тақырыпты қалай меңгердіңіздер, қалай меңгерген екенсіздер, соны бағалайық. Балалар, сабақты бағалау жүйесі, яғни 1-ден 10-ға дейінгі баллдық жүйемен бағаланады. Білесіздер ғой, өздеріңіз. Қазір ана жерде әрбір орындаған ұпайларыңыз, тапсырмаларыңыз үшін ұпай жинайсыздар. Түсінікті ғой, сондықтан да дұрыстап жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Тақта қарайық. Өткенді қайталап, үй тапсырмасы сіздерге барлық тақырыпты оқып, қайталап, дайындап беріңіздер деп айттым, солай ма? Соны өткен тарау бойынша есімізге түсірейік те, қазір берілген тапсырмаларды орындайық балалар. Үш қатардан бір оқушыдан сұрайым, жауапты. Егер дұрыс жауап берсеңіздер, 1 ұпайдан аласыздар. Түсінікті ғой? Алдарыңызда оқымысты роботтың берген тапсырмасын орындайық. Бірінші балалар, сіздерге мынадай тапсырма берілген, осы тапсырма дұрыс па, бұрыс па анықтаймыз. Үш қатардан бір оқушы. Айта ғой, тұрып орнына. Айта ғой. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Қазір қараймыз. Сіздердің жауаптарыңыз. Бірді қалай аламыз? 1-дің орнына неше деген бөлшек аласыздар? Кім жауап береді есептің жауабы? Дұрыс па, бұрыс па? 1-дің орнына қандай бөлшек аламыз? Айта ғой. Ол шештес. 1-дің орнына 5. Аз айтқанда сонда мына жауап дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Айта ғой, көркем. Жауап дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Так, неше шығу керек жауабы? 1. Кеттік арғарай. Келесі көркемге 1 ұпай, Кеттік. Келесі дұрыс па? Кім айтады? Кім? Үшінші қатар. Кім айтады? Айта ғой. Дұрыс па? Бұл есеп дұрыс. Дұрыс. Бүтіннен бүтінді, бөлшектен бөлшек неседі? Аз айтамыз. Жауабы дұрыс. Жансерікке 1 ұпай. Кеттік арғарай. Келесі натурал, яғни аралас санды натурал саннан азайту. Дұрыс па? Дұрыс. Жігерге берейік, 1 ұпайды. Көбісің дұрыс жауап беріп отырсыздар. Қайда жігер, қайда? 1 ұпай. Ал кеттік.